Оспанқұлдың ел арасындағы абыройының артқандығы соншалықты халық оны үш 1892 жылы, 1895, 1902 жылдары болыс басшылығына сайлайды. 2 рет болыс орынбасары және 1 рет ауылдық би болды. Оспанқұл сөздің көрі істің адамы. Ел ішінде ол айтты деген сөзден ол атқарды деген іс көп. 1904 жылы Шұбартауда елеулі оқиға болды. Оспанқұл болыс өз қаражатына ауылдық мектеп ашты. Бұл арқадағы ең алғашқы білім ошақтарының бірі болды. Сонымен қатар Шұбартау болысы өндірістік даму жолына да түскен еді. 20 ғасырдың басында Шұбартауда 100-ге тарта алтын, күміс, мыс шығаратын кен орындары ашылып жұмыс жасап тұрды. Оспанқұлдың Өгізтаудағы болыстық кеңсесінде Қарқаралыда елдің алды болып Англиядан келген жазу машинкасында пайдаланды. Оспанқұл балаларымен жет шаруашылық болып, Жорға маңындағы Жаман қыстағында отырды. Жаман қалмақ тілінде яма, яғни тау ешкісі мағынасындағы сөз. Тау ешкілері мекендейтін жер, ұғымын білдіретін сулы да нулы жер атауы. 1907 жылы 51 жасында Оспанқұл қайтыс болғанда әйгілі Төлеукөбдіков ақын: тұтқасы төлеңгіттің асылдана, пақырға икемшекті едің ана, азаптан бір себептен құтқарар деп, сыртыңнан күнәсіз адам еткен пана, жығылдау төлеңгіттің алату деп жоқтау айтқан. Сонымен төлеңгіт болысының өмірі 1824 жылдан бастап 1928 жылға дейін кеңес үкіметі бұрынғы Төлеңгіт, яғни Шұбартау болысы мен Дағанды болысын біріктіріп, жаңа Шұбартау ауданын құрғанға дейін жалғасты. 1926 жылы бүкіл одақтық санақ материалдары бойынша Семей губерниясы, Қарқаралы уезі, Шұбартау болысында халықтың саны 11.400 адамды құрады. Болыстың 7 ауылдық советінде 481 ауыл қыстақтардан тұрды, онда барлығы 2440 шаруашылық болды.